Армысыздар, құрметті көрермендер. Отбасы шағын мемлекет. Отбасы ұлтымыздың сапалылығының айқын көрсеткіші. Бірақ қазір кездегі қазақ социумындағы құралған некелердің көп уақыт өтпей-ақ ажырасып жатқаны жасырын емес. Тиісінше бұл сұрақтар бүгінгі сұхбатымыздың негізі өзегі болмақ. Осы сұрақтар бойынша ой бөлісетін филология ғылымдарының кандидаты, доцент, Ғақлия бағдарламасының сарапшысы Омар Жәлелұлы келіп отыр. Қош келдіңіз аға. Қош көрдік. Бірден сұраққа көшіге кетейік. Отбасы институты неге төмен деңгейде? Өте жақсы сұрақ. Негізі қазақта отан отбасынан басталады дейді. Бұның көптеген тарихи объектив себептері бар. Ең бірінші, ең үлкен қазақ отбасының аяусыз соққыға ұшырауы бұл кешегі отаршылдық кезеңінде болды. Жалпы отаршылдық кезеңде қазақ отбасы жан-жақты қыспаққа түсті. Неге? Өйткені отбасы қылып тұратын идеология, ұлттық идеология. Сол ұлттық идеология ең бірінші отбасында көрініс береді. Ұлттық идеология әлсірегеннен кейін біз басқа орыстық, батыстық идеологияның ықпалына түскеннен кейін қазақ отбасы өзінің институт ретінде өзінің әл-ауқатынан айырыла бастады. Оның шегіне жеткені осы совет үкіметі ыдырағаннан кейін жаңа нәрсе қалыптасып үлгермеді, ескі нәрсе қирап қалды. Мен осы кезде қазақ отбасына үлкен әлеуметтік, психологиялық үлкен соққы болды. Формациялардың ауысуы, тәуелсіздіктің алуымыз, әртүрлі кризистер, тек қана экономикалық кризистер ғана емес, сондай-ақ рухани кризистер, рухани дағдарыстар, бұлардың бәрі қазақ отбасына әсер етпей қойған жоқ. Сондықтан қазіргі кезде сол қазақтың дәстүрлі дүниетанымы, дәстүрлі ұстанымдары қирап қалғаннан кейін біздің қазіргі құрылып жатқан отбасыларымыз көп ұзамай-ақ шаңырақтар шайқалып жатқаны сол себепті. Жақсы айтып кеттіңіз ғой. Мысалы қарайтын болсақ, экономикасы мен демократиясы дамыған мемлекеттердің отбасы институты өте төмен деңгейде. Бұл факторлар экономика жағдайға байланысты ма? Бұл біріншіден экономиканы жасайтын негізі адам. Сондан мындай бір қанатты сөз бар. Жан рухты тудырады, рух экономиканы жасайды дейді. Сондан адамның рухы оянатын, адамның үлкен өмірге қанат қағатын жалғыз ғана мекені бар, ол отбасы. Содан отбасындағы егер психологиялық жағдай, әлеуметтік жағдай, психологиялық жағдай, рухани жағдай қалыпты болса, онда елдің экономикасы өте мықты болады. Ал егер адам өзінің отбасында бақытсыз болса, отбасында кикілжің болса, жұбайлардың арасында үйлесім болмаса, ондай адам қоғам үшінде аса пайдалы бола қоймайды. Сондықтан қазақта бір керемет сөз бар ғой. Аяғың тар болса, аяғында етік тар болса, дүниенің кеңдігінен не пайда? Егер отбасында тыныштық болмаса, яғни әйелің долы болса дейді, онда еліңдегі бейбітшіліктен не пайда дейді. Сондықтан отан отбасынан басталады деген кезде бүкіл жаңа отан болу үшін, ел болу үшін керекті қасиеттердің бәрінің қоры ол отбасы. Сонда қазақ осыны білгендіктен бүкіл күш-қуатын отбасына жұмсаған. Сіз айтып қалдыңыз, әйелің долы болса деп. Иә. Біздің қазақта қоғам болып, ел болып қыз тәрбиелейтін болған. Қазір осы бұны 40 үйден тиімді алып келеміз деп айта алмаймыз. Осының заманауи формасын істей аламыз ба? Енді бұл жерде тиім деген кезде көп адам оны дұрыс түсінбейді. Бұл жерде адам өзі жақсы мен жаман қасиеттерден тұрады. Яғни жаман қасиеттер оның нәпсісінен болады, жақсы қасиеттер рухани қасиеттерінен болады. Сондан бұл жерде тыйым жаман қасиеттеріне арналған. Ол және формацияларға да байланысты емес. Ол сен қай заманда өмір сүріп жатсың? 19 ғасыр ма, бәлки ол 20 ма, 21 ғасыр ма? Адамның табиғаты өзгермейді. Сол адамның нәпсісі сол қалпында. Сонда бұл қызға 40 үйден тиім, ұлға 30 үйден тиім деген сөз осы нәпсін тәрбиелеу жолында айтылған қағидалар. Қыз тәрбиесі деп көп көтеріледі. Бірақ бізде сондай сөз бар ғой. Ұлт тәрбиесі, ұлт тәрбиесі деген. Пара-пар дейді. Бұл пікірге қалай қарайсыз? Жалпы бұл жерде қыз ұл деп бөлмеуіміз керек біз. Ұлдың бақытты болуы қыздың бақытына, қыздың бақытын болуы ұлдың бақытына байланысты.
Содан бұл жердегі негізгі көзделетін нәрсе ол үйлесім мәселесі. Үйлесім біз қазіргі кезде гармония деп алып жүрміз оны. Жарасым, үйлесім деп. Ал қазақтар дәл айтады. Егер екі жұп ажырасып кетсе, үйлеспей қалды дейді. Үйлеспепті дейді. Сонда бұл үйлесу қайдан шықты деген кезде дәстүрлі қазақ қоғамында өзі Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады, көк байы жер қатыны дейді. Көктен жаудырсын, жерден өндірсін дейді. Сондықтан көк найзағай лақтырып жатқан кезде жер егер найзағай лақтырса, олар үйлесім болмайды, онда катаклизм болады. Қазіргі отбасында катаклизмдер сыры осы. Сонда көк найзағай лақтырып жатқан кезде жер бәрін сіңіріп алу керек. Жер қабылдап алу керек. Міне сондықтан қазақ осының бәрін қорыта келгенде айтады, бір қазанға екі қошқардың басы сыймайды дейді. Қошқар ол көктің символы, ал әйел адам ол еркек, қошқар еркек ол көктің символы. Ол тәңірдей, тәңірден жаралған еркек. Ал әйел адам жер текті. Сондан әр жыныс өзінің табиғатына сай болған кезде ғана отбасында үйлесім болады. Осы бұзылып жатыр. Қазіргі кезде әйел де қошқар болғысы келіп жатыр. Содан екі қошқар сүзісіп, қазан деген ол отбасы бірінші, екінші үлкейтілген мағынасы мемлекет. Біздің отбасыларымыз күйреп жатыр. Ал отбасының күйреуі ол түбінде мемлекеттің күйреуіне алып келуі мүмкін. Ал жаңадан үйленейін деп жатқан ұл мен қызға қандай сіз не білдіресіз? Сондан ол бұл жерде мындай бір қазақта бір сөз бар. Ат таңдағанда дейді, ат таңдаған кезде жас адамды алып бар дейді. Неге? Өйткені кәрі адамды апарсан ат таңдаған кезде, кәрі адам өзінің бойына нәпсі сөнген адам өз сияқты жаңағы мәстек, шабан ат таңдайды да, өйткені нәпсі сөніп қалған. Өйткені нәпсінің сөнуі ол табиғи нәрсе. Қан суиды, дем суиды. Сонда қазақ айтады, ат таңдағанда жас адамды апар дейді. Сонда ғана ол жас адам өзінің нәпсіне сай арғымақ ат таңдайды. Ал жар таңдағанда, қыз таңдағанда кәрі адамды апар дейді. Неге? Өйткені кәрі адам нәпсі сөнген, енді ол қыздың сымбатына, түріне, түсіне емес, ол нәпсі сөнгеннен кейін нәпсінің ішінде біздің ақылымыз бар, рухымыз бар. Сол ақылдың көзімен қарайды. Мінезіне, тәрбиесіне, осы болашақта жар бола ма деген эксперт, яғни сарапшының көзімен қарайды. Сондан мен өзім ойлаймын, ол жар таңдауды жастардың өзіне ғана беріп қою, ол өзін өзі ақтамай жатыр қазір. Сондан қазіргі кезде дәстүрге сүйеніп, қазіргі егер отбасында ұл ер жетсе, ақсақалдар атқа мініп, яғни әкесі қазіргі кезде ақсақалдар атқа мініп, сол лайықты жар іздеу керек. Сонда ғана ол отбасының ғұмыры баянды болмақ. Сіздің пікіріңізге келсем, бірақ мынау қазір қыз баланы анасы тәрбиелеген кезде сен ішіме сыйсаң, сыртыма да сыясың деген көзқарас қалыптасқан. Бұл қалай бұны жоюға болады? Бұл енді негізінен Мәшһүр Жүсіп атамыз айтады ғой, пенде не көрсе дейді, өзінен көреді дейді. Өзінің салақтығынан, надандығынан, білімсіздігінен көреді дейді. Сонда ол білімсіздіктен. Яғни әрбір қазақ отбасындағы, әрбір қазақтың анасы, әрбір қазақтың отағасы отбасындағы өзіне дейінгі салт дәстүрді бойына сіңірмесе, ол білімсіздік болады. Сондан Абай атамыз айтады ғой, ол бүкіл зұлымдықтың негізі білімсіздікте жатыр дейді. Сондан әрбір ата-ана ол дайындалу керек. Келін түсіруге, жар таңдауға, күйеу баланы қарсы алуға, ол рухани дайындалу керек. Бізде қазір адамдар ол ешқандай дайындықсыз келеді. Олар бүкіл дайындықтары, олар материалдық көлеммен ғана өлшенеді. Яғни тойға дайындалу, ақша табу, мал сою. Ал шын мәніндегі сен сол келінді қабылдауға дайынсың ба? Өйткені қазақта сөз бар ғой, келін жаман емес, келген жері жаман дейді. Келінде бір дән, ол қандай жерге түседі? Ол сор топыраққа түсе ме, ол құнарлы топыраққа түсе ме? Тек қана құнарлы топыраққа түскен келін ғана көктеп, өсіп, жайқалып, жемісін береді. Ал жалпы қазір қазақи көзқарас бар, діни көзқарас бар. Осының қайсысы дұрыс? Қазақи көзқараспен қараған дұрыс па? Діни көзқараспен қараған дұрыс па? Енді бұл жерде мына сүттің құрамында су да бар, сүт те бар, белоктар да бар. Сол сүттің құрамындағы су мен сүтті қалай біз ажырата алмасақ, ол діни көзқарас пен қазақи көзқарас сондай
ажырағысыз, қазақша айтқанда тонның ішкі бауындай бір-бірімен қабысып кеткен. Өйткені біздің қазақи дәстүрде, қазақи көзқараста әуелден сол дінге, шариғатқа сәйкес бүкіл нормаларды қазақтың дәстүрі сіміріп алған, немесе сіңіріп алған. Сондан оларды ажыратудың ешқандай қажеті жоқ. Егер қазақтың дәстүріне сүйенсек, соның ішінде дінде, философияда барлық сол дәстүрдің ішінде тұр. Сонда қазақи дәстүрге сүйенгеніміз абзал.